Енді сауалдарыңыз болса айтыңыздар. Бір кішкентай философияға кіріп шықтық. Бұл философия емес, бірақ біздің өмірімізге маңызды дүние деп ойлаймын. Өлшем деген бұл өмірдің нүктесі. Бәріміз өмірдеміз. Өтірік өмір сүріп жатқан адам жоқ шығар іштеріңізде. Өмірдің өлшемін өзгертуге әрекет жасаңыз. Сұрақтарыңыз болса, бисмилля. Жоқ, бәрін түсініп қойдыңыздар ма? Иә, айтыңыз. Ассалаумағалейкум рахматуллахи. Сұрағым бар еді. Мысалға садақа, зекет деген екеуінің түсінігінде садақаны постоянно беріп тұру керек. Мысалы жұмысты ақша табамызды қанша болсаң беріп отырсақ абзал болады, мысалға сол жақсы. Жақсы, рахмет. Негізі ол сұрақтарыңыз осы жерде сабақ беріп жатқан ұстаздарыңыз, имамдарыңыз оны жақсырақ біледі. Сосын зекет қоры деген бөлім бар. Сол жерде бүкіл барлық нәрсені есеппенен жазып қойылған. Дегенменен мен сонда садақа, зекетке бірнеше түсінік беріп кетейін. Құрметті бауырлар, Құран-ы Кәрімде бірнеше аят бар. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ деген мағынадағы келген. Кімде-кім адам өзінің жүрегіндегі сараңдықты жеңсе, табысқа жетушілерден болады дейді. Сіз егер өмірде, қазір ғана бизнес тренингтің тілімен айтайық, өмірде табысқа жетем десеңіз, сіз осы өмірде шынымен жетістікке жеткен азаматтардан болам десеңіз, жүрегіңіздегі сараңдықты құртыңыз. Жүрегіңіздегі сараңдықты құртатын жолдар көп. Солардың біреуі міндетті түрде садақа беріңіз. Міндетті түрде зекет беріңіз. Зекет сөзінің бір мағынасы тазалық деген сөз екен. Ол тазалық деген сөз көп адам айтады, малыңды тазалау дейді да. Жоқ, қателесесіз, жүрегіңді тазалау. Малыңыз қызық жұмыс дейді. Сіз қалтаңыздан малыңызды шығарып бересіз, жүрегіңіз тазаланады. Неге? Өйткені ана ішіңіздегі мал дүниеге жабысып отқан шайтанның жіптері үзіледі ғой. Шайтан ана мал дүниеге жіп беріп қойған ғой. Қандай жіп беріп қойған айтайын, ол жіптің аты бар. Мен деген, менікі деген жіп бар. Сол жіптің аты менікі деген. Өйткені біз бір нәрсеге игілік қыламыз ғой, мысалы, бір нәрсені өмірде тауып аламыз. Менікі деген екен, соған жіпті байлайсыз ғой. Сол жіп байланғаннан кейін содан айырылғың келмейді ғой. Ал бірақ қызық жері, сен бұл дүниеге жалаңаш келдің ғой. Жалаңаш кетесің ғой. Шындап келгенде ол сенікі ма? Шыныңды айтшы. Сенікі қай жерде бар екен? Көрсетіңдерші. Мысалы, осы өмірде қайсы сенікі? Кәні, үстінде киім сенікі ма? Қолың сенікі ма? Аяғың сенікі ма? Жоқ, бұның бәрін жалға алдық, уақытша алдық қой. Қолданып тұруға алдық қой. Расында да бұның бәрі Алланікі ғой. Сол үшін ғой, бір адамның жаны шығып кетсе, мына Құран-ы Кәрімде айтады, егер бір адамның басына қайғы қасірет түссе, олар не деп айтады дейді, оның емі қандай екен? Қалу инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Біз Алланыкіміз және бәріміз Аллаға қайтамыз десе, ана жүрегіңдегі менікі деген нәрседен кішкентай үзілесін да. Біз кейде адамдарға да жабысып қаламыз ғой, менікі деп. Менікі деп жабысып қаламыз. Иә, еріксіз жабысамыз. Анау менің балам, нағашым, жиенім, әкем, балам, інім, әйелім, күйеуім, не дейді? Жабысып қаламыз. Менікі деп. Бірақ ажал келіп бәрімізді айырады. Үзет. Басы бар нәрсенің аяғы болады ғой, әрдайым. Аяғы келіп үзілген кезде инна лиллахи, бәріміз Алланыкіміз. Ва инна илайхи раджиун, бәріміз Аллаға қайтамыз дегенде иманы бар адам тоқтайды. Дұрыс дейді, дұрыс дейді. Сол менікі деген жіпті үзбейсіз, табысқа жетпейсіз. Ендеше садақа беріңіз. Садақаны беру үшін бай болу керек емес екен. Садақаны беру үшін ниет керек болды. Тек қана ниет. Өйткені жоғында бере алмаған адам барында бере алмайды. Ешқашан.
жоғыңызда бере алмасаңыз, сіз барыңызда бере алмайсыз. Сондықтан, құрметті бауырлар, сіздің дастарханыңызда, мен дастархан дегенді жалпы тауып атқан ақшаңызды айтып жатырмын. Сіздің дастарханыңызда Алла үшін деген бір бөлік болу керек. Ол бөлік садақадан тұра ма, тауып атқан малыңыздың зекетінен тұра ма, бірақ ол Алла үшін деген бөлік болса, сіз жүрегіңізді емдейді екенсіз. Садақа деген сөз шындық, достық, пәктік дегенді білдіреді. Садақа деген сөз ше, шындық, сіздің жүрегіңізді тазарту пәктігін береді екен. Зекет деген де сол, зәкәтун деген сөз сол тазалықты айтады, пәктікті айтады, жонуды, тазалауды айтады, жүрегіңіздегі шайтанның жіптерін үзуді айтады екен.